Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге мен слайдты қалай видеоға айналдыру керек екенін көрсететін боламын. Мысал үшін сіздер презентацияны дайындап қойған болсаңыздар сабақтарыңызға және соның әр бетіне дауыстарыңызды жазсаңыздар болады. Және соны видео ретінде қолдана аласыздар. Міне презентацияны осылай ашып болғаннан кейін осы әр бетіне сіздер өз дауыстарыңызды жазасыздар. Ол үшін файлға кіреміз. Бұл жерде экспорт дегенді басамыз. Және мына екінші тұрған создать видео. Ол жерде екі нұсқа шығады. Сіздер екіншісін таңдайсыздар. Бұл жерде міне записать речевое сопровождение и время показа слайдов деген шығады. Осыны басасыздар. Міне начать запись деген шықты. Осыны басасыздар. Міне мына жерде сіздердің дауыстарың жазылып жатыр. Бүгінгі ақпанның 24-і. Бүгін біз Оспанхан Әубәкіровпен өмірімен танысатын боламыз және оның Ара мен Шыбын атты өлең шумағымен танысамыз. Осылай сіздер өз дауыстарыңызды жазып видео жасай аласыздар. Міне мына жерде сұрақтар берілген. Қонақ деген кім? Қонақжай дегенді қалай түсінесің? Қонақтың қандай түрлері бар? Қонақты ілтипатпен қарсы алу дегенді қалай түсінесің? Не осылай өз дауыстарыңызды жазып соңына дейін біткеннен кейін сіздер нас создать видео дегенді басасыздар. Міне мына жерге сіздерге сохранить ет деп тұр. Сіздер өздеріңізге не деп сохранить етесіздер бұл видеоны? Соны жазасыздар. Мысал үшін жаңағы презентация болса, бұны уже видеоға айналдырасыздар. Тақырыбын жазып, сіздер видео деп жазып қойсаңыздар болады. Тез табуға ыңғайлы етіп сохранить етесіздер. Және сіздер мына төменде асты жағында міне мына жерде сіздерге көрініп тұрады. Осы видео сақталып жатқаны. Осы жер 100% болып толғаннан кейін сіздер көре аласыздар. Ал қазір сіздер өз дауыстарыңызды қалай жазылғанын бір қарап шығу үшін мұнда барасыздар. Міне мына жерде сіздердің дауыстарыңыз жазылып жатыр. Жаңағы мен сөйлеген дауыстар. Бүгінгі ақпанның 24-і. Бүгін біз Оспанхан Әубәкіровпен өмірімен танысатын боламыз және оның Ара мен Шыбын атты өлең шумағы. Осылай сіздер өз дауыстарыңызды видео жасай аласыздар. Міне мына жерде сұрақтар берілген. Қонақ деген кім? Қонақжай дегенді қалай түсінесің? Қонақтың қандай түрлері бар? Қонақты ілтипатпен қарсы алу дегенді қалай түсінесің? Міне осылай сіздер өз дауыстарыңызды тексере аласыздар. Және мына жерде міне көрдіңіздер ме, сіздерге көрініп тұр ма? Осы 100% болғаннан кейін сіздер өшіріп видеоларыңызды жіберсеңіздер болады. Сіздерге көмегі тиіп жатса қуаныштымын. Не осылай жасай бересіздер. Не көрдіңіздер ме?